Ауған соғысы жайлы толық мәлімет алу, ардагер ағалармен ашық әңгімелесу, сұхбаттасу, өз отанына шексіз берілген патриоттық рухы жоғары қайсар жауынгер ағалардың ерлігін үлгі ету, ауған соғысында опат болған жауынгерлердің рухына тағзым ету, есімдерін қастерлеу, тәрбиелеу. Соғыс жылдарындағы оқиғалар туралы тарих не дейді атты баяндамамызды өздеріңізге ұсынамыз. Ауғанстан соғысы 1978 жылы Ауғанстанда сәуір айында төңкеріс болып, оның арты аяқталмас соғысқа айналды. 1978 жылы мамыр айында Ауғанстанның жаңа өкіметі Кеңес одағымен әскери келісімшартқа отырды. Алғашқы келісімде олардың саны 400 адам болғанымен, кейіннен сансыз есе көбейді. Бұл қасірет елдің тек өз ішінде ғана емес, оған сырт мемлекеттердің қатысуымен де ұзаққа созылды. Ауғанстан соғысы 1979 жылы, 1989 жылы Кеңес үкіметінің қарулы күштері үшін, соның ішінде Қазақстанның жауынгерлері үшін ККП ОК саяси бюросының Андропов, Устинов, Громыко, Брежнев сияқты санаулы ғана мүшелерінің аяқ астынан құпия түрде қабылдаған шұғыл шешімінен басталды. Сол кезде Ауғанстанда билікке таласқан ресми үкімет пен оппозиция арасында қарулы қақтығыстар басталған болатын. Күрестің басты мақсаты Ауғанстан жерінде толықтай саяси бақылау жүргізу болды. КСРО саяси бюросы КСРО-ның ықпалын кеңейту мақсатында Ауғанстанға қол ұшын беріп, сыртқы агрессиядан қорғау керек деген шешімге келді. Осылайша, Кеңес одағының әскерлері ұзақ жылдарға жалғасқан қарулы қақтығыстың қақ ортасынан бір-ақ шықты. Ауған соғыстың 110 айға созылған қанды қырғынынан аман-есен оралғанымен, жандары жаралы 18360 ардагер ортамызда жүр. Жандары жаралы дейтініміз олар өліммен тікелей кездесті. Соғыстың небір ауыртпалығын көтеріп, қабырғалары қайысты. Олардың дұшпан оғынан қаза тапқан майдандас достарын соңғы сапарға шығарып салып тұрып, көздері жасқа, жүректері мұңға толған шақтары көп. Сонда да ата-баба рухына дақ түсірмей, елге абыроймен оралды. Майдан даласындағы жанқиярлық пен қаһармандығы үшін 10 мыңдаған қазақстандық орден медальдарымен марапатталды. Бүгін қазақстандық отан қорғаушылар солардан үлгі алып, соларға қарап сап түзейді, деді халық қаһарманы генерал-лейтенант Бақытжан Ертаев. Арада 27 жыл өтсе де, Ауған соғысы өзінің ізін әлі жасырып болған жоқ. Бұл қандыздың жасырылуы, ұмытылуы мүмкін емес. Өйткені ол адамзат тарихында өшпестей із қалдырды. Ауған соғысының қасіреті кімдердің жүрегін жараламады десеңізші. Азаматтық борышын атқаруға әскерге кетіп, табытпен оралғандар қаншама. Осындай ағаларымыздың жазған хатынан үзінді тыңдаңыздар. Арымсыздар ауғандық жауынгерлер, жырым бар жараланған жаның демдер. Өлгендердің жәннатта болсын жаны, тірілерің мың жаса дәуірлеңдер. Ерлік қылған ағаларым аспан асты жерсті. Біз сәндікке кемегеміз деп шалбар менен бірікті. Отан ана алдындағы өтемін деп борышты. Аттандыңдар, атқардыңдар соғысты. Отан үшін оққа тосып кеудеңді, ерлігіңді, өрлігіңді ер көрді. Бірге аттанған бауырларың жер жастанды, жерленді. Жебейді олар әруағымен сендерді. Аналардың көлбі баққан көз жасы, жетім жесір тағдырларын ойлашы. Сол күндерді көрмесін бұл халқымыз, ел үшін құрбан болған ербасы. Бауырым, бұл хатымда аласың ба? Ауғанның тауларының арасында, бұраған қорғасын оқ бас көтертпей жатырмыз ессіз түссіз жарасында. Қоршаудамыз барады айдан асып, анталаған жаулармен тайталасып, іздеп жатқан елде жоқ артымыздан, шер қайғыңды енді кімге айталарсың? Күңіреніп көрсінеді Ауғанстан, жігіттерді шаршады сұм соғыстан, түн ортасы басталар қанды қырғын, жарылыстан жарылыс күл боп ұшқан. Күн өтеді осылай жастығымның, жолдасымның естідім ақты күнін. Бірақ сырын алдырмай жатты күліп жатты жалғанның барлығына, өспей жатып жасыл гүл солды сонда, көтерілмеген рух жауынгердің. Іште қалда өкпесі тағдырына, басқа салды біз көндік амалғанша. Тартысамыз дұшпанмен алалғанша, қай бұрышта қалды бас домалап. Алла берер жотаның сапарғанша, кейде ойлайсың сұмажал алып кетсе. Қопарылып өртеніп жаным кетсе, бауырым дән риза болар едім, осы қатта еліме барып жетсе. Сөзімізге енді ақ қорымдар, дегендей ме сездіріп сақ болыңдар. Бәрімізде арман қоршаудағы, сүйегіміз қалмаса екен жат қолында. Ауғандағы азап шеккен ақындар деп ақын жырлағандай өмір тоқтап қалмайды. Ерлік өлмейді, замандарға жалғаса береді.
Бұған дәлел бүгінгі ортамызда жүрген ауғандық ардагерлеріміз. Ендігі кезекті алып бәйсерік мектебіміздің мақтанышы Гапуров Ағзам ата мен болашақ журналист оқушылар Қонарбай Қарахат пен Шыңғыс ағаның сұхбатына береміз. Сәлеметсіз бе ата, қал жағдайыңыз қалай? Осы ауған соғысына байланысты менің сыныптастарымның және жалпы бүкіл оқушылардың көкейінде жүрген сауалдар бар. Сол жайлы сұрақтарға жауап беріп өтсеңіз. Алдымен назарларыңызға мектебімізде орналасқан ауған соғысының ардагері Ғапуров Ағзам атамыздың атына берілген алғашқы әскери дайындық кабинетіне шығудан бастасақ. Алғашқы әскери дайындық пәнім мұғалімі Қуанышұлы Артыстан ағайдың бастамасымен ардагеріміздің есімі ерлігімен мәңгі елену мақсатында мектебімізде арнайы сынып жасақталып, стендлеттер жасалған. Саламатсыңдар ма оқушылар? Мен сендердің толғандырып жүрген сауалдарыңа жауап беруге дайынмын. Қане бірінші сауалдарың беріңдер. Сіздермен бірге қазақ жауынгерлері болды ма? Иә. Менімен бірге Шымкент қаласынан бір жігіт болды. Шымкенттен екеуіміз болдық сонда. Тағы қазақ балдар болды, олар Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстандардан ошын бір 20 шақты балдар болғанбыз. Бұл соғыста әртүрлі ұлттық балдар болған. Бұл жерде өзбек, қазақ, орыс, тәжік, татар, немісің де бар. Барлық ұлттық балдар болған. Бұл жерде бір-біріне ешқандай сен орыссың, сен қазақсың деп ешкім айтпайтын еді. Барлығымыз бір туғандай сол соғыста бірге болғанбыз. Сіздеріне шақырылған жауынгерлердің қаншасы елге оралмады? Менің призивіммен менімен бірге шақырылған балдардың барлығы түгел оралдық. Құдайға шүкір. Менен алдын, жарты жыл алдын шақырылған бір бала Ауғанстаннан өзіміз о баланы шығарып салдық. Неге? БТР-ға көтеріп шығарып салдық командирмен. БТР-дің үстінде, люктің үстінде отырып қоштасып кетті. Олар бір дұрыс істемегені люктің ішіне, БТР-дің ішіне кіріп отырмағанда, люкті жаппайын, люктің үстінде отыра берген, беліне шейін. Тау жері ғой, таудан қалаға кетіп баратқан жерде басмашылар консервный банкісімен самодельный бомба істейді. Самодельный взрывчатка. Сол таулы жол жерде келатқан жерге көміп қояды да бағанағы БТР бомбаны басып жарылып кетеді. Жарылады да БТР аударылады. Аударылған кезінде бағанағы солдат отыр ғой, командир тірі қалады, ішіне түсіп кетеді секіріп. Анау солдат люкта отырған сол күйі басып өліп қалады солдат бала. Үйіне кетіп баратқан солдат, көрдіңдер ме? Оны әкелді, бір сағаттан кейін қайтып әкелді. Оны түрін көріп танымайсың адам, езіп жібергенде. Үйіне бір күн жете алмады да сол күні. Біз шығарып салдық, ертесіне үйінде болу керек еді ол бала. Сондай бала, жақсы бала еді. Үйіне жете алмай қалды. Ондайлар енді болды ғой. Менімен шақырылған балдар оралдық, қайтып. Құдай өміріңізді берсін, әлі кездесіп тұрамыз балдармен. Басқа қаладағы, Өзбекстандағы балдармен бұлай сөйлесіп тұрамыз. Қазір енді мына заманда
сәл қиын болып жатыр барып келуіміз. Былайша араласып тұрамыз, жақсы. Сіздің Ауғанстанға аттанғаныңыз жайлы тума туыстарыңыз, бауырларыңыз білді ме? Өте орынды сауал. Мені Ауғанстанға баратынымды үйдегілер, туған туыстарым ешкім білген емес. Өйткені мен 78 жылы Германияға қызмет бабымен Германияға түстім, армияға бардым. Германияда 1 жыл қызмет істегеннен соң 79 жылы Германиядан 10.000 солдат, 1000 танка шығаратын сондай кез болды. Сол кезде Ауғанстанда соғыс басталып қалды. Сол соғысқа жарты жыл қызмет істеген, 1 жыл қызмет істеген жауынгерлерді алып баратын болды. О жерде доброволецтер өз қалауымен баратындарды жинады. Сол кезде мен Германияда госпитальде жатқан едім, аяғыма жара шығып. Менімен бірге қызмет істеген Германияда балдар маған келіп, қоштасуға келіп тұр екен. Мені қаяқа неменеге десем, бізді Ауғанстанға әкетіп баратыр деп маған қоштасуға келген екен. Сол кезде мен сендермен бірге барам деп соларға ілесіп кететін болдым. Енді мен госпитальден история болезньді алып, мені выписать ету керек госпиталь, начальник госпиталь. Мен анау балдарым частьқа қайтып кеткеннен соң мен госпитальде начальникқа кіріп, мені выписать етіңіз, мен тезірек баруым керек. Балдар Ауғанстан кетіп баратыр екен. Бірге 1 жыл қызмет істеген балдар, көзім қимайды. Ол кезде, Союз кезінде армиядан инвалид болып қайтқан жігіт, ол позор еді ол кезде. Ондай болмайтын еді. Ұят болатын еді. Сол кезде мен айттым, соғыс болса соғыс болсын, мен барам дедім. Ол айтты, 3 күн жат, 45 күнде комиссовать етеді. Армияда 45 күн больницада жатсаң, үйіңе комиссовать етеді, как инвалид. Мен көнбедім де, мен соғысқа кетемін дедім, бармайын үйге дедім. Үйге барсаң, позор боласың. Бүткіл туыстарың, бүткіл Шымкентке позор боласың, армиядан инвалид болып келді деп айтады деп. Сонымен сол күні өзім частьыма бардым, маған выписка берді. 1 шелек краска берсең, выписка берем деген. Сонымен краска тауып бердім 1 шелек. Сөйтіп ертесіне азанда генерал келіп бізді тексерді. Солдаттарды барлығын стройсаға қойып, кімге не жетіспей жатыр тексеріп, одан кейін бізді Ауғанстанға алып кетті. Сол жылы 79 жылы 28 декабрь еді, қыс айы. Біз аэродромға бардық. Аэродромда 2 күн жаттық, қатты боран болып, самолеттер ұшамай қалды. Сонымен 30 күні, декабрьдің 30 күні біз самолетке міндік. Сөйтіп, өз 5-те ұшып қондық. Сол кезде үйге хабар беруім керек еді. Мен сол жерден Шымкентке телеграмма жаздым. Мен осындай Ташкенттемін, военкоматта бізді қамап қойды, военкоматтың ішіне. Сол жерден үйге телеграмма жібердім. Бізді кешке сағат 4-5-терде қайтадан самолетке отырғызып, Термез шақырға алып кетті. Мен сағат 5-терде кеткен болсам, үйден әке шешем сағат 7-лерде мен іздеп военкоматқа келеді. Мені көре алмай қалады. Олар білмеген мен Ауғанстанға кетіп баратқанын. Мен сол жерге келгенде военкоматтан телеграмма беріп, жазып, мен Ауғанстанға кетіп баратырмын, қазір осы жерде военкоматтамыз дегенім үшін әке шешелерім дайындалып келгенше
сағат 7 болады, біз кетіп қалдық Термізға. Сөйтіп мені көре алмай қалған әке-шешем. Сіз ауған соғысы жайлы фильмдерді көргенде, фильмде шындыққа жанасатын жерлері болды ма? Енді күтілмеген соғыс қой. Мынау кинода қанша террористер келатқан хабарсыз болады да. Мынау қорғанышта пограничник солдаттарымыз аздау болады. Сол кезде кинода көргенсіздер енді. Солдаттар барлығы қырылып кетеді. Біздің көмекке келатқан солдаттарымыз үлгермей қалады да. Кино сондай жазылған енді. Бірақ көп жері шындық. Сондай соғыстарды көрмеңдер. Ауған жерінде болған ауғандықтардың қандай екенін байқадыңыз? Бүйтіп көреміз ғой сол кезде. Кәдімгі қарапайым адамдар, олар соғыс көріп, әбден пісіп қалған адамдар да, олар біреуге жамандық ойлайтын адам емес. Оны соғысты істеп атқандар барлығы шеттен келген террористер, сондайлар келіп оларға басқыншылық қылып, тонау ауылды адамдарыны, Ауғанстанның адамдарын тонау, өздеріне бағындыру, сол үшін ояқта соғыс қылады. Бұлайша қарағанда, ол адамдар қарапайым адамдар өзіміз сияқты. Оқушылар, маған қойған сұрақтарың үшін рахмет. Мен ойлаймын, сендердің сұрақтарыңа түгел жауап бердім деп. Мен тілегім, сау, аман, жақсы оқып жүріңдер. Еліміздің нағыз қорғайтын жігіттері болып өсіңдер. Қыздар, сендерге де тілейтін, жақсы оқыңдар, намысты қыз болып жүріңдер. Құда қаласа, елімізді көбейтетін жақсы қыз болып өсіңдер. Ерлік жан дүниенің ұлы қасиеті деген екен бір дана қария. Өмірінің өлшеулі бір бөлігі шауқазын жастық шағын, сүбелі үлесін оқ пен от астында өткізген, тағдырдың жазуымен елге оралып, туған жерімен қауышқан майданген ағаларымызбен бүгінде сұхбат жүргізіп, естеліктерін тыңдау біз үшін үлкен ғанибет. Ата, алтын уақытыңызды бөліп бізбен сұхбат жүргізгеніңізге көптен көп рахмет. Көкейімізде жүрген көптеген сауалдарымызға жауап алдық. Құрметті ата, сол бір сұрапыл соғыстың естеліктерін ортаға салып әңгімелеп бергеніңізге көп рахмет. Сізге ұзақ ғұмыр, денсаулық, жанұяңызға бақыт тілейміз. Аспанымыз ашық болсын, бейбіт өмір жасай берсін. Сау болыңыздар.